Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Ұлмекен. Менің тоқмашы YouTube арнама, тоқмашы Ұлмекен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта біздер осындай сүйкімді, өте әдемі, басқа өте әдемі қонымда тұратын, қазіргі таңда хит болып жатқан деп айтамыз ба, эльф шапкасын тоқитын боламыз, тоқып үйренетін боламыз. Мен бұл кішкене үлкендеу размерге тоқыдым. Мен бұрын кішкентай размерге тоқығанмын. Қазір үлкендеу размерге, яғни үлкен болғанда 3-4 жастағы балаға арнап тоқыған болатынмын. Дәл осы шапканы біздер тоқып үйренетін боламыз. Неге осындай әдемі баулар болады. Және мынадай желкесінде осылай резинка тоқитын боламыз. Бұл бауды жалпы, баудың бұл ең оңай тәсілі, яғни крючокпен тоқитын боламыз. Және екінші тәсілі бар, айкорд әдісімен тоқуға да болады. Мен видео сабақта дәл осы крючокпен тоқылатын ең оңай тәсілді үйрететін боламын. Мінекей, бұл баланың басына өте әдемі тұрады, қонымды, сүйкімді болып көрсетеді баланы. Мен сіздерге дайын петляларды беретін боламын, немесе есептеу жолын үйрететін боламын. Яғни бас өлшемін, айналымын арқылы есептеп өздеріңіз кез келген жіпке тоқи берсеңіздер болады. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Видеоны соңына дейін асықпай көріп, мұқият түсініп алсаңыздар болады. Бізге қажетті метражды құралдар, олар бізге жіп және үштік номерлі крючок, және үштік номерлі спицы қажет болады. Және де бізге осындай қосымша маркерлер қажет болады, және қайшы сияқты құралдар қажет болады бізге. Тоқыма қызығатын болсаңыз, міндетті түрде менің арнама жазылып кетіңіздер. Тоқыма арнасына жазылып, қазақ тілді арнаға дамуына үлес қосыңыздар. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Біздер енді мына бойынша тоқитын боламыз, осы размерде. Мендегі жіп Alize Lanowood классик жібі, 100 грамда 240 метрлік жіп, және 49% шерсть, 51% акрил жібі болатын. Мен бұл жерде өзім үштік номерлі спициді пайдаланамын, миллиметрлі. Егер қатты тығыз тоқимын десеңіздер, 4-тік спициді пайдалансаңыздар да болады. Енді мен 96 петля теремін, және 4-5 жасқа жобамен 4-5 жасқа тоқитын боламын. Яғни 50-52 сантиметрлі бас өлшеміне тоқимын. Енді размерді қалай өлшейміз десеңіздер, жалпы мендегі үлгі бойынша, менің өзімнің дәл осы жіпке сәйкес үлгі бойынша 10 сантиметрде 17 петля болады. Менің тығыздығым бойынша жалпы 10 сантиметрде 17 петля бар. Яғни біздер қалай есептейміз? Мысалы, мен жерге жалпы жобасын аралығын есептеп қойдым. Негізгі есептесеңіздер, 45, мысалы, баланың бас өлшемін аласыздар да, өлшеп аласыздар. Сол өлшеп алған бойынша сіздердің тығыздықтарыңыз қанша? Мысалы, 10 сантиметр үлгі тоқып аласыздар, 2 оң 2 теріс үлгі түсінде тоқып аласыздар да, содан 10 сантиметр бүйтіп тартып тұрып, 10 сантиметрде қанша петля бар екенін біліп аласыздар. Жалпы егерде осы метраждағы жіп болатын болса, 16-17 петля шығатын болады 10 сантиметрде. Енді міне 45-48, мысалы жасқа дейін 36-40 сантиметрлік, бұлар жаңағы жас туылған нәрестелер және жасқа дейінгі балалардың бас өлшемі. 45-48 сантиметрлер, олар 46 болуы да мүмкін да. 1-2 жасқа толған балалардың бас өлшемі. Мінекей, мен тек жобамен жазып қойғанмын, жас аралығын деп, және соған байланысты петляларды есептеп қойған болатынмын. Егер сіздер осы спицимен және осы миллиметрлі метражды жіпті пайдаланатын болсаңыздар, осы дайын петлялармен тоқи берсеңіздер болады. Мысалы, жасқа дейін, жаңа туылған нәрестеден 6 айға дейін тоқығыларыңыз келсе, 60 петля терсеңіздер болады. Немесе одан үлкендеу 62 немесе 64 петлялар терсеңіздер болады. Оны қалай есептейміз енді? Мінекей, мына 45-48 бас айналымында 76 петля тересіздер, мына жерде 48-50, 3-4 жас аралығында жалпы 85 петля. Бұл жерде 85 болғанда мен мына жерде жазған болатын. Міне, бұл 4 санына бөлінбейтіндіктен 85 емес 84 петля деп алатын боламыз. Енді мен жерде шатасып жазып кеткенмін ғой. Мына 50-52 бас айналымы 96 петля терсеңіздер болады. Бұл мендегі дайын петлялар саны. Ал егер сіздердің бас айналымдарыңыз мысалы 46-47 деген сияқты болса, онда былай есептейсіздер. Жаңа айттым ғой, 10 сантиметрде тығыздық бойынша 17 немесе 16 петля шығады осы метражды жіппен. Баланың бас айналымын өлшейсіздер.
осылай біздер не пропорция құрамыз. 45-ке 17-ні көбейтесіздер де, содан 10 сантиметрдегі петля санын 10 сантиметрін бөліп тастайсыздар. Сол кезде бізде, яғни бізде қалдық сан қалмау керек, бүтін сан қалу керек, және бұл сан 4 санына бөлінетін сан болу керек. 76,5 шықты менде, мен соны жуықтап 76 деп аламын. Яғни осы 45-ші бас айналымына, мысалы 1-2 жас аралығына 76 петля теріп тоқи берсеңіздер болады. Бұл жерде кішкентай болып кетеді деп қорықпайыңыздар, тар болып кетеді деп, өйткені бұл резина болғандықтан эльф шапкасы созылыңқы келеді. Үлкен болып кетеді деп қорықпаңыздар, кішкентай болып кетеді деп те қорықпаңыздар. Мен өзім жалпы жасқа дейінгі размерде де тоқығанмын, және мынау қазір үлкен размерде тоқып жатырмын. 96 тоқиын деп жатырмын. 96 петля теріп тоқимын. Бұл созылатындықтан кішкентай болады деп қорықпаңыздар. Мінекей, жалпы өзіміз өлшейміз десеңіздер, осылай өлшеп, осылай есептеп аласыздар. Ал енді дайын петлялармен теремін десеңіздер, мінекей дәл осы дайын петлялармен теріп тоқи берсеңіздер болады. Мысалы 60 петля, 76 петля, 84, 96 петлямен жобасын мінекей жазып қойдым. Осылай дәл осы петлялармен тоқи берсеңіздер, сіздерде қате шықпайды. Ендеше жұмысымызды бастай берейік. Мен енді мына нені айтып кеткім келіп отыр. Жаңа мен жай сөзбен ғана айтып жіберген болатынмын. Яғни тығыздықты біз басқа жіппен қалай тоқимыз, қалай есептейміз. Мен жаңа алдыңғы видеоны, алдыңғы жақты қарасаңыз, видеоның алдыңғы бетін, онда мендегі тығыздық 10 сантиметрде 17 петля бар деп айттым. Енді мен оны бұрыннан тоқитын болғандықтан, жалпы өзімнің тығыздығымды есептеп дайындап қойған болатынмын. Енді сіздерге мен жалпы мынау бас киім ғой. Сіздер осындай көлемді, дәл осы 2-де 2 оң екі терістегі көлемді үлгі тоқып аласыздар. Бөлек. Өздеріңіз үшін биіктігі қанша болатынын енді өздеріңіз білесіздер, қатты биік кетпей ақ қойсаңыздар болады. Ең бастысы былай 10 сантиметрге жетсе болды. Енді біздер дәл осылай есептемейміз. Мысалы, мынау сізде дәл осындай үлгі болсын. Дәл осылай есептемейміз, өйткені бұл созылады деп айттым жаңа. Созылады. Міне осылай барынша созамыз. Яғни созып алдық. Мен жаңа жобамен 16 және 17 петля болады деп айттым. Енді қалай есептейміз? Осылай кішкене созып аламыз немізді. Резинамыз созылатын болады бізде. Енді осыны санап көреміз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Көрдіңіздер ме? 16 және 17 петля шығатын болады. Ал егер сіздер дәл осылай есептейтін болсаңыздар, созбай, онда бізде петля саны көбейіп кетеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Көрдіңіздер ме? 25 петля болып кетеді, бірақ ол басқа уже үлкен болып кететін болады. Үлкен болып кәдімгідей қол пұлдап тұратын болады. Ал егер созып осылай өлшейтін болсаңыздар, онда басқа қонымды тоқығаннан кейін размерге қонымды тұратын болады. Мінекей, мен енді әуелден үлгі тоқып көріп, өзім тоқып жүргеннен кейін тығыздығымды арнайы есептеп жазып қойған болатынмын. Сондықтан сіздерге бірінші рет тоқиын деп жатсаңыздар, барынша ерінбей үлгі тоқып алыңыздар, 10 сантиметрге сыятындай, және оны созып, осылай манағы мен көрсеткендей есептеңіздер. Және дәл манағы көрсеткендей, видеода көрсеткендей есептеп пропорциямен шығарсаңыздар, петля саны нақты шығатын болады. Жұмысымызды бастаймыз. Біздер мына жіптің ұшын кішкене ұзындау қылып аламыз. Ұзындау қылып алып алатын боламыз. Осы жіп жарайды. Мен жалпы спицидың бір инесімен тоқитын боламын. Екі инесімен, егер сіздер екі инемен қосып тоқып үйренген болсаңыздар, олай да болады. Олай да жасай беріңіздер. Мен бір инемен тоқитын боламын қазір. Бір инеге теріп алатын боламын, яғни енді сіздерге айта кететін нәрсе, егер сіздер оң теріс ең алғашқы спициямен осылай жіпті теруді білмесеңіздер, мен қазір описаниеге астына ссылка тастап кететін боламын. Спициямен тоқып үйрену, яғни оң теріс ілмектерді тоқып үйрену сабағын қарап, қолдарыңызды жаттықтырып алыңыздар. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Осы жерге бір инемізге 96 ілмек теріп алатын боламыз. Яғни қарапайым тәсілмен 96 ілмек теріп алатын боламыз. Бізде инемізде 2 ілмек пайда болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Осылай 96 ілмек теріп алайық.
Так, мінекей мен 96 ілмегімді теріп алдым. Осылай тұрды бізде. Енді бізде осыны, мына жерден бітті ғой. Мынадан былай қоямыз. Аламыз да, мына екінші инемізге тоқитын боламыз. Енді бұл жерде мен сіздерге көрсетейін. Мінекей. Бірінші, яғни біздер мұны 1, 2, 3, 1, 2, 3 деп бөліп қойдым. Қазір осы 3 қатар бойынша бізде узорларымыз өзгеріп отырады. Ең алғашқы, мінекей, бірінші қатарда, ең алғашқы осы тоқиын тұтқан қатарымызда кромочный петля және 2 теріс, 2 оң және соңғы кромочный теріс петля деппін. Енді осы узор бойынша тоқитын боламыз. Яғни, мына жерде бізде былай бұрғанда тоқымамыз осындай болып қарап тұрады. Енді мына ұзын жіппен тоқимыз, ұзын жіпті аламыз. Жаңа айттым, біріншісінде айтқандай, кромочный петля, оны біз ешқашан тоқымаймыз, сәл тек осылай тоқымамызға өткізіп алатын боламыз. Енді ары қарай 2 теріс және 2 оң. 2 теріс және 2 оң петля болады. Окей, алдық. Енді 2 теріс петляны тоқитын боламыз. 2 теріс. Окей. 2 оң. 2 оң. Ары қарата 2 теріс. Соңына дейін, соңғы кромочныйға дейін 2 теріс, 2 оң қылып тоқи беретін боламыз. 2 оң. 2 теріс. 2 оң. Соңғы кромочный петляға дейін тоқи берейік. Неге қатардың соңына келдім. 2 оңды тоқыдым мен. Енді 2 терісті тоқимын. 2 теріс мінекей. Және мына соңғы кромочный петля. Соңғы кромочный петля бізде міндетті түрде теріс тоқылатын болады. Біздер бірінші қатарды аяқтадық. Енді былай бұратын боламыз, тоқымамыз. Екінші қатарды бастаймыз. Екінші қатар узор бойынша, үшінші қатарда узор бойынша тоқимыз. Яғни, екінші қатарда кромочный петляны жай ғана шешіп аламыз. Және мына жерде қандай узор көріп тұрсыз, қандай оң петля көріп тұрсыз, дәл сол бойынша тоқитын боламыз. Яғни, оң, мына жағынан бізде теріс болады, ал мына жағынан бізде оң болады. Дәл осы жағынан қазір біз оң тоқитын боламыз. Яғни, 2 оңды тоқимыз. Енді теріс петля, 2 теріс петля. Дәл узор бойынша тоқитын боламыз. Енді оң, 2 оң петляны тоқимыз. Ешқандай өзгеріс болмайды. Алғашқы соңғы 2 қатарда дәл осылай 2 оң, 2 теріс. 2 оң, 2 теріс. Осылайша соңына дейін осы екінші қатарды өзіміз узор бойынша аяқтап шығамыз. Екінші қатарымыздың соңғы қатарына келдім. Узор бойынша тоқимын. 2 оң узор тұр бізде, 2 оң узор тоқимын. Және соңғы кромочный петляны міндетті түрде теріс тоқимыз. Міндетті түрде теріс тоқимыз. Енді тоқымамызды бұратын боламыз осылай. Енді ары қарата үшінші қатарды узор бойынша тоқитын боламыз. Мына кромочный петляны өткізіп аламыз. Енді мына жағында бізде теріс узор тұр. Демек, теріс тоқитын боламыз. Теріс тоқимыз. Енді 2 оң петля. 2 оң ілмек. 2 теріс ілмек. Еш өзгермейді. Соңына дейін алдыңызда дәл қандай ілмек тұр, дәл сол ілмекті тоқитын боламыз. Үшінші қатар бізде көрініп келеді. 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Енді 2 теріс, 2 оң.
узор бойынша осылай 2 оң 2 теріс соңына дейін тоқитын боламыз. Соңына дейін тоқып шығайық. Так, мен мына 3-ші қатарды соңына дейін тоқып шықтым да. Мына кромочный петляны соңында теріс тоқып алдым. Енді алғашқы бізде 3 қатар аяқталды. Одан кейінгі 3 қатарды қараймыз. Кромочный петля 6 теріс және узор бойынша дейді. Ары қарата екінші, 3-ші қатарды тоқитын боламыз. Кромочный петляны осылай алып аламыз. Енді 6 теріс петля. Мына жерде 10 петля тұр ғой. Енді ары қарай 10 тоқымаймыз, теріс қылып тоқитын боламыз соны. Яғни 6 теріс петля тоқитын боламыз. Бұл жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу және 6-шы. Мінекей, мына кромочный петля және 6 теріс петля тоқыдық. Ары қарата узор бойынша дейді. Яғни, мына жерде қандай узор көріп тұрмыз, соңына дейін сондай узор тоқимыз. Енді біздер шатаспау үшін де негізі маркер қажет жоқ, бірақ алғашқы тоқып жатқандықтан сіздер үшін мен мына 6 петлядан кейін осы жерге маркер өткізіп қоям. Енді соңына да дәл солай. Соңына да мына соңғы 6 петля бар ғой? Соңғы 6 петля. Соған дейін узор бойынша тоқимын деп, соңғы 6 петляны есептеп, мен өткізіп қоятын болам. Яғни 2, 4, 6 кромочный петлямен 7 болады. Так. 3, 6, 7. Кромочный петлямен 7 болады. Енді осы маркерге дейін узор бойынша тоқи беретін боламыз. Осы маркерге дейін узор бойынша тоқи беретін боламыз. Бізде теріс узор келіп тұр. Теріс тоқимыз. 2 оң узорды оң тоқимыз. 2 теріс, 2 оң. Яғни маркерге дейін узор бойынша өзіміз осылай тоқи берейік. Маркерге дейін тоқыдым. Маркерді былай ауыстырамыз. Осы жерде енді теріс тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 теріс тоқыдық. Және соңғы кромочный петляны теріс тоқитын боламыз. Енді біздер мына бірінші нені болдық. Осы 6 теріс қатарды, енді астыңғы 2 қатарын, екінші қатары узор бойынша. Мына жерде қандай узор көріп тұрмыз, дәл сол бойынша тоқимыз. Біздер енді тоқымамызды бұрып алғаннан кейін біз мына жағынан оң қылып көреміз. Ал мына жағынан жаңа біз 6 терісін тоқыдық. Енді кромочныйды шешіп аламыз да. Енді ағарай 6 оң. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни қандай узор көріп тұрмыз, дәл сондай узор бойынша тоқитын боламыз. Соңына дейін. Енді ары қарата тоқып кете береміз. 2 оң, 2 теріс. Ешқандай ештеңе өзгермейді осы қатарда. 2 оң, 2 теріс. Соңына дейін узор бойынша дәл осылай тоқып кете береміз. Қатардың аяғына келдім.
маркерді аламыз. Мына жағынан да енді 6 оң узор бірде қылып. 2, 3, 4, 5, 6, және жетіншісі, соңғысы кромочный теріс тоқылады. Енді осылай айналдырамыз. Тоқымамызды. Енді ары қарай жалғастырамыз. Екінші қатарын тоқып болдым мен. Және үшінші қатарда узор бойынша. Ешқандай өзгеріс болмайды. Узор бойынша дегеніміз, дәл алдымызда қандай узор көріп тұрсыз, дәл сол узор бойынша тоқисыз. Жаңа біздер мына жағынан оң узор тоқыдық қой. Не? Оң петлялар тоқыдық. Енді мына жағынан теріс қылып тоқитын боламыз. Теріс петлялар тоқитын боламыз. Ары қарата 6 теріс петля тоқи аламыз. Соңына дейін узор бойынша тоқимыз. Ары қарата жалғастырамыз. Соңына дейін узор бойынша тоқып шығайық өзіміз. Қатардың аяғын тоқып жатырмын. Узор бойынша 6 теріс бізде. Және соңғы петля кромочный теріс. Тоқымамызды бұрамыз. Енді біздер мына көрсетейін. Мына 3 қатарды тоқыдық алдыңғы. Екінші 3 қатарды тоқып болдық. Енді үшінші 3 қатар тоқимыз. Біздер осылай 3 қатарға бөліп алған болатымыз. Енді ары қарата мына 3 қатар тоқып болдық. Енді сіздерге кромочный петляны алғаш аламыз. Енді мына біздер 6 теріс тоқыдық қой. Енді дәл солай 8 теріс тоқитын боламыз. 8 теріс тоқитын боламыз. Яғни мына жерде 3 оң қатар болыпты. Енді 8 теріс қатар тоқитын боламыз. 1, 2, яғни кромочныйды қоспағанда. 3, 4, 5, 6, мынаны аламыз. 7-ші, 8-ші. 8-ін тоқыдық. Қайтадан, егер шатасып кетем десеңіздер, қайтадан салып қойыңыздар. Ары қарата узор бойынша тоқимыз. 2 теріс тоқыдым, 2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс, 2 оң. Мына соңындағы маркерге 2 петля қалғанға дейін тоқып шығамыз. Узор бойынша. Енді міне қараймыз. Соңғы қатардың аяғына келдім. Мына жерде бізде маркер тұрды. Маркерге дейін 2 петля қалғанға дейін тоқыдым. Енді ары қарата мына жақта маркерден кейін 6 петля бар. Мына кромочныймен 7. Енді біздер басында 8 петля теріс тоқыдық. Узор бойынша тоқып шықтық. Енді 8 петля теріс тоқимыз. Яғни мына маркерді алып мына жерге саламыз. Ары қарата 8 петля теріс тоқимыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петля теріс тоқып алдым. Және кромочныймен 9 болады. Кромочный петля бөлек, өзін
теріс тоқитын боламыз. Тоқымамызды бұрамыз. Мінекей. Мына жағынан бізде қарағанда 3 теріс, біздер мына жағынан 1 теріс петля қатар тоқыдық. Енді мына жағынан қарағанда бізде оң болады, міне. Оң болады. Енді ары қарата өзіміз тоқиық. Яғни екінші және үшінші қатарын, дәл осы қатардың узор бойынша тоқимыз. Дәл мыналар қатарда қалай тоқыдық? Дәл солай. Дәл осы қатарды соңына дейін узор бойынша, соңғы петляны, кромочный петляны теріс тоқимыз да, кері айналдырып, үшінші қатарды узор бойынша тоқимыз. Яғни мына төртінші 3 бөліп алған үшінші қатарға келгенде бірге тоқитын боламыз. Енді біздер мінекей мына 3 қатарды тоқыдық. Бұл бізде мінекей мынау. Алдыңғы 3 қатар. Одан кейінгі 3 қатар мынау бізде. Одан кейінгі 3 қатар 6 теріс. Ол мінекей мынау. Одан кейінгі 3 қатар 8 теріс. Ол мынау. Сіздер егер шатасып қалсаңыздар, 3 қатар қалай тоқығанын білмей, онда артынан мына теріс тоқылған жақ бар ғой, соның дорожкаларын санасаңыздар болады. Мінекей 1, 2, 3. 3 дорожка болса, 3 қатар деген сөз міне. Мына жерде де сол 1, 2, 3. 3 қатар. Енді біздер мінекей мына 3 қатарды тоқыдық. Енді мына 3 қатар тоқимыз, яғни 10 теріс болады. Байқап отқан болсаңыздар, біздерде ең алдымен 6 теріс болды. Одан кейін 3 қатар бірде қылып тоқыдық та, жаңа 3 қатар бастадық, 8 теріс болды. Сол 3 қатарын бірде қылып тоқыдық. Енді осы 8-ді 2 петля қосып отыратын боламыз. 3 қатар оң қыламыз да. Қазір енді осы қатарды 10 теріс петля теретін боламыз. Әдеттегідей кромочный петляны алып аламыз. Теріс петля, яғни 10 теріс петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мынаны қоя тұрамыз, шығара тұрамыз. 8, 9, 10. 2 петля қостық 10 қылып. Енді қайтадан салып қоямыз, егер шатасып кетем десеңіздер. Енді ары қарата узор бойынша, яғни 2 теріске 2 теріс тоқимыз. 2 оңға 2 оң тоқимыз. 2 теріске 2 теріс тоқимыз. Осылайша мына соңғы 10 петля, яғни кромочныймен қосқанда 11 петля қалғанша узор бойынша ортасын тоқи береміз. Мінекей мен маркерге келдім. Маркердің алдына 2 петля тұр. Енді мына жақ маркердің мына жағындағы бізде 8 петля болды. Мына кромочныймен 9. Енді бізге 2 петля қосу керек. Оң маркерді бірден алып тастап, осы жерге қадақ қоямын. Енді ары қарата бізде 10 петля теріс тоқимыз. 10 петля теріс тоқитын боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кромочный петля, ол бөлек болады, теріс. Мінекей, біздер мына қатарды 10 теріс қатарды тоқып болдық. Енді қалған астындағы 2 қатарды, екінші және үшінші қатарын бірдей узор бойынша тоқимыз. Яғни бұлай айналдырамыз. Бұлай айналдырғанда мына жерден қандай узор көріп тұрсыз? 10 петля, одан кейін узор бойынша ең соңында тағы да 10 петля. Қайтадан кері айналдырамыз. Осылайша 2 қатарды ешқандай өзгеріссіз узор бойынша өзіміз тоқып шығайық. Мінекей біздер 10 теріс петля тоқыдық, және соның 3 қатарын тоқыдық. Және тоқымамызды былай бұрамыз. Енді біздер, мен түсіндіріп жіберейін сіздерге. Мінекей бір қарасаңыздар,
мынау екі шеті осылай көбейіп жатыр ұзыннан. Мына жерге қарайтын болсаңыздар, міне 6 теріс 3 қатар тоқыдық, 8 теріс 3 қатар тоқыдық, 10 теріс ұзыр бойынша 3 қатар тоқыдық, одан кейін 12 теріс, одан кейін 3 қатар тоқимыз. Енді біздегі кезекте 12 теріс тоқуымыз керекпіз. Яғни, мына жердегі ілмек мынадан былай 10. Одан кейін екеуін қосып 12-сін тоқуымыз керекпіз. Және мына жақ шетінен де дәл солай 12-сін тоқуымыз керекпіз. Енді біз ары қарата өзіміз биіктетіп тоқи береміз. Яғни бұл қалай? Түсініп жатсаңыздар егерде, мына жер бізде мына екі шеті, мына шетімен мына соңғы жағы өсе беретін болады. 10 петля тоқыдық қой, теріс петля. Соның 3 қатарын тоқимыз. Одан кейін 12-сін тоқимыз. Екеуін қосамыз. Дәл соның ұзыр бойынша тағы да 3 қатар тоқимыз. Одан кейін 14, тағы да 3 қатар ұзыр бойынша, одан кейін 16. Осылай 2-2-ден дәл осы не бойынша тоқимыз. Мынау түсінікті болып жатса, егер ары қарай өздеріңіз жазып алсаңыздар болады. Біздер мынаны тоқып болдық. 10 теріс ұзыр бойынша 10 теріс. Одан кейінгі 2 қатар ұзыр бойынша барлығы 3 қатар. Одан кейінгі 3 қатар 12 теріс. Міне, ұзыр бойынша. Одан кейінгі 3 қатар 14 теріс. Қалған 2 қатар ұзыр бойынша тоқимыз. Біз қай негеден тоқимыз? Қақ ортасында мына 2 оң петля қалу керек. Қақ ортасында. Сол кезде бізде барлығы, мен жаңа есептеп қойдым, 46. 46 болғанша екі шетін бұлай терісті көбейте береміз. Ал мынау азая береді ортасында ұзыр. Ортасында осы 2 оң петлялар қалу керек. Яғни мына жерде 12 тоқыдық, одан кейін 2 қатар тоқыдық, 14 тоқимыз, 2 қатар тоқимыз, 16 тоқимыз, 2 қатар тоқимыз. Осылайша 46 теріс петля тоқып, ең соңында 2 оң, қақ ортасында 2 оң петля қалғанша өзіміз биіктетіп тоқи береміз.